Bizim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz 24 saat mama bolamыз. Бүгін Ақбота 24 сағат бойы мама боламын деп шешті. Бүгін қазір таңнан бастап мама рөлінде болады. Кешке дейін, я. Кешке дейін мамалар қандай жұмыс жасайды, соның барлығын біздің ботанай жасайтын болады. Видео өте қызықты болады. Видеоның соңына дейін қарап бізбен бірге болыңыздар. Ең бірінші Ақбота неден бастайсың? Тамақ жасау. Тамақ жасауды жақсы көреді. Бірінші тамақ жасаудан бастайды бота. Давай кеттік. Қандай тамақ жасаймын? Нан алматып жасаймын. Жұмыртқаға, Ақботаның жақсы көретін сүйікті тамағы жұмыртқаға жаңағы нанды аунатып пісіруге. Давай содан бастайық біз. Ал Ақбота ең бірінші, жоқ оның ішіне нан ашып қойғанбыз, нан жауып қоя сал. Ашық қапты ғой, қазір жабамыз. Жаңағы жұмыртқаны нанға аунатып пісіремін дедім ғой, соны бастап істей бер. Жұмыртқасын дайындап қойды уже. Енді осыған қазір Ақбота нанды жағады. Араластыру керек әлі. Кішкене араластырда нан жағасын сосын, мен мынаны газге қойып берейін табаны. Каша жасайды Ақбота. Кашаның сүті де пісіп жатыр мына жерде. Енді аунат. Соны аунат. Ана табан астын қыздырып қойдым қазір. Осы екі жағын бірдей аунатта. Бүйтесің. Ал енді осыны вилкаға не қыласың да, адан үстіне қоясың. Жетесің ба, столға шығып қажет емес ба? керек емес. Давай, соның үстіне таста. Қамайда келіп тастамын. Қамайда, сәл жақын тұрсай, ай, доғын тұрсың ғой. Ал, қорқып. Енді келесін нан сал. Үшеуін салсаң, жетіп қалады. Екінші жағын араласты, не қыл, аудар. Енді оны да салып жібер. Ой, молодец. Ана сүттің асты пісті, сүт пісті, астын үші тоқта. Екіншісі, сол екіншісі. Сол, я. Сүт уже тасиын деп қалды. Келіс жағын аудар. Аударласа да бәлі. Алма. Асы күйіп кетіп ба, уже тез аудару керек онда адамдар. Қазір каша істейді болсаны. Ол нормальный, я? Қатты келмеді. Ол ше. Аудара бер барлығын. Ал уже пісті деймін. Қош астын. Пісіп қалды, тез пішеді. Наған сал. Абайлап күйіп қама. Ал, Жоқ, андайға басай Ақбота шетінен қыстырғаш, солай оңайрақ. Қолыңда бәлі қолың ана табаға тесе күйеді. Асықпай, Ек қолмен қыстырып атсың ба? Бір қолмен қыстырамайсың ба, кән? Сеш. Қолыңда абайлап күйіп қамасын. Әне, ұштығып пісіріп атыр оба. Ай, біздің бұлтағай. Әлі каша жасаймын. Әлі каша істейді. Өзі жақсы көреді тамақ істегенді, бір нәрсе істеген мен істесем қасымда жүреді ғой ше. Нанен дастарханға қояйық. Енді сүттен жаңағы каша істейсің. Қазір мен саған ұпсап беремін. Не ботана енді бізде не істейсің? Әлиханға каша жасаймын. Әлиханға каша жасап берем дейді. Мен жемеймін, бірақ сүйікті алмасына. Ақбота өзім жемеймін дейді, Әлиханға істеп берем дейді. Мынандай дайын заттық бар, я? Осыны ашта, давай. Не қыламыз, соның ішіне саласың, одан кейін үстінен қайнаған сүт құя саламыз. Толтырмай саласың қазір, анау сүт салғаннан кейін көтеріліп кетеді. Әлиханның заказы. Осындай каша істеп бер деген. Енді үстінен сүт құямыз қазір. Так, ожау керек бізге. Міне, мен сүт құйып көмектесейін, жаңақ піскен сүт, я? Үстін Әлихан шақырамыз. Не? Күшті бойын деп тұр ғой, я? Ал, Али көш көп Әлихан тоқта қолын жудың ба? Жудың, я? Жуды. Қолын. Давай, нерге отыр. Отыр. Каша істеді саған күшті, каша давай. Ішіп ал, Ақбота саған каша істеді. Өзім жасадым. Өзі жасады кашаны.
Ақбота. Сәл ыстықтау, иә? Ақбота өзің жұмыртқа жейін деп өзіне жасады. Кәне отырсай. Отырып алып, жеп алып. Ал Алихан қалай болыпты? Ақботаның кашасы. Дәмді болған. Алихан кешке тамағымды ішті. Бana da sabah dayından. Мақұл. Мама біздің алма ашып жатыр. Мама бізде балаларына алма ашып беріп жатыр. Қалыңға шашын. Алихан, кел шuna kızı tostçu. Sen dedi. Oy mama bizim tostu. Oy men qo'l bo'samay tur qarasa ko'rib tursin go. To'say bak. Nega? To'sin kerak bor, ag'asisin go. Ағасысың ғой дейді. Ағасы тоса қойған. Маманың қолы босамай тұрғанын көріп тұрсың ғой, бұтын шешіп, горшокқа отырғызсайшы. Сүйіп одан кейін бұтына кигіз. Мен сөйтіп айтам ба, Ақбота? Мама қойдым. Алихан енді кигіз. Кигіз бұтына. Болдым дейді, горшокқа сүйіп болдым дейді. Анда ойнап тұрсын. Қазір мен ұйықтатам. Ал, мынау ал. Деш, ол деңіз. Айттым ғой осыға. Ал. Молодец. Антойым. Айтам. Болса. Ақбота еркешімнен оқып жүрсің. Сен оқысаң күшті жаттап аласың. Мен оқи алмаймын. Мен тілектерімді бітіріп келейін. Кәне Ақбота. Сенсің ғой? Мен Ақбота болайын ба? Оқысаң да оқысың. Мақұл қазір. Сен оқысаң жаттап алады ол. Жақсы оқиды, сен Ақбота оқыса, иә? Мен тілектерімді бітіріп келейін. Қасымда болу керек әлі. Мақұл, Алихан, біздің Алихан Ақбота оқытса тез ақ оқып, тез жаттап алады ғой, оқыған әліппе оқиды ғой. Тез оқып алады, сол үшін Ақботаға көбінде оқытам. Мен оқытсам ұзағынан отырып алады да, Ақбота оқытса тез меңгереді. Давай, мен сонда Ақбота болдым ба? Иә, оқыт енді баланы. Давай, оқытамыз, Алиханды өзіміз. Сіз не істейсіз, посуда жуасыз ба? Иә. Давай. Біздің ботанай посуда жуып бастады. Мамам посуда жуывасын, осы момент түсіріп алайыншы. Жуып шаятказ. Посуда жуып шайып атыр. Ой, сені қашан осы посуда жуатын? Ясқа жетеді өзіңе. Жуғызып қойып отыратын едім ба? Бөтен жуынға үйренсеңдер, үйретеміз атыр. Молодец, біздің ботанай посуда жуып болды. Мама мынау не қылады ғой, мынау не қарай құлап кетпей ма? Мынаны қараңыз, су ағып жатыр ана жерге ағып жатыр ғой суы. Қай жаққа қоямын енді? Сәл мына жерге қойсаңызшы сәл. Иә, сөйтіп қойсаңызшы. Мама емсің сақ болды. Қалаңыз. Болды. Дұмыс бар екен. Тағы мамалар не істейді? Азияны аяғыңа салып ұйықтатасың да, иә? Азияның мамасы аяғына салып ұйықтатам дейді. Төсек салып. Ал свет жағыңыз. Енді әне жерге төсек салыңыз да. Сосын Азияны аяғыңызға салып ұйықтатасыз ба? Мамамыз төсек салып жатыр. Қазір бөпе дегенде Азия ғой бізде. Азияны аяғына салып ұйықтататын болады, иә? Бөпесін ұйықтап жатыр. Шашын шешем дейді, кедергі жасап жатыр. Әкел. Давай, ұйықтап тұрса. Болды, көп сөйлегенше тірліктерімді барып жасап келе, ана жақта көп тірлік күтіп тұр мені.
Давай, аяғыңызбен шешіңіз. Давай, кеттік. Не істейміз? Тамақ өдесіз тамақ. Тамақ істейміз ба? Айтпақшы, не істеу керек? Дастархан жинау керек. Жоқ, дастархан жинаймыз. Дастархан жасап береді бізге, шай тамақ ішеміз, ит жинайды оны, иә? Иә. Ал тазарт дастархан, енді мыналарды. Шайнап жасап. Не болды? Кел. Аха. Шай ішеміз қазір, иә? Ақботам қолынан шай ішеміз. Майонезге түппей не істейін деп жатсың? Ашын дастархан қоясың ба? Әшейін әдемі. Әлде нанға майонез қойып. Нанға қоссақ та, тамаққа қоссақ та болады, айтпақшы, иә? Қоя бер. Давай. Ал достар, осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Ақбота біраз тірліктерді істеп тастады, иә? Сендерге видео қызықты болды деген ойдамыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше Сау болыңыздар.